Төшек мәселесі неге болмау керек? Секс дейді мысалы. Сен түсініп тұрсың. Мен түсінбей тұрмын аға. Ол өзі айтып тұр ғой, секс деген. Қызықтың бәрі, ләззаттың бәрі түнде ғой. Есіңізде ерекше қалған ару бар ма аға? Қыздардың бәрі сол қайсысын таңғарып білмейтін еді. Сен төсек қатынасын өзін бере білуің керек. Мен әлі мұңғыртуға жеткен жоқпын әлі. Мені көрмей, жетем деген ойымда бар әлі. Шаханов туралы айтқан сөзіңіз қазір елдің көп талқысына түсіп жатыр екен. Қолына сіздің бітті, ол сен жау дейді. Төбелеседі, пышағы бар, пышағын сол болады. Қызғаншақ. Жаныңызды түсінетін кім бар? Енді жалғастырып жүрмін. Эротика деген ол біздің Абай заманынан болған кезінде. Бірақ оны біз оған мән бермегенбіз. Содан кейін барып мен де қызықтым. Неге мен жазбауым керек? Абайдың өлеңдерін білемін мысалы. Махаббат тақырыбында жазадым. Бірақ үзілді кесілді. Мен атын беріп, бір кітап беріп отырмын ғой. Содан кейін ғой сынға ұшыраған себебім сол. Бізге ол ерсі болып көрінген әуелі кезде. Ол ерсек несі бар? Бізде ұлтпыз ғой, бізде халықпыз. Неге бізде болмау керек? Төсек мәселесі неге болмау керек? Болады, бірақ оны әдеби түрде, мәдени түрде беру керек. Ол өте қиын деп. Талдар мынандай жазам деп, талдар бұзаққа кетіп қалған. Төсек мәселе ашық кетіп қалады. Бұл өте қиын тақырып. Талдар көп болып, білесің бе? Біреулер көре алмайды, біреу қызғанады. Мұндай жаза алмайды. Эротика жазу қайда, екінің бірінің қолына келмейді. Ол үшін бар ғой, адамның жаратылысы, жүрегің, сезімің өте алғыр, өте нәзік болу керек. Екі ақының бір жаза алмайды ма? Енді мақтанған емес, мына осы қазақ қыздарын осы эротиканы ешкім берген жоқ, бере алмайды да. Бере алмайтын себебі мына нюанстар бар, иірімдері бар. Ішкі иірімдері да. Ол ең бірінші жабайы болмау керек.